Сәлем достар, сіздермен бірге кинози. Бүгін сіздермен бірге 2018 жылы шыққан кореялық фильм «Ведьма» фильміне шолу жасаймыз. Фильм лабораторияда сынақтан өтушілерді өлтірумен басталады. Олар барлығын өлтірді, бірақ та олардың арасында бір қыз қашып үлгерді. Дәрігер мен оның көмекшісі қызды іздестіруде. Қыз қашып бара жатыр. Ол қашу арқылы талып қалады. Осы кезде қызды орта жастағы ер адам тауып алады. Кейін өзінің үйіне алып кетеді. Ол жұптың баласы мен немересі авариядан қайтыс болған еді. Сол себепті қызды асырап алуға келіседі. Солай арада 10 жыл өтіп, қыз өзін асырап алған жұппен фермада бірге тұруда. Осы уақытта қыз ата-анасына бауыр басып үлгереді. Әкесінің белі ауырса, анасы ұмытшақтық ауруына шалдыққан. Бірақ та анасы асырап алған қызын ешқашан ұмытпаған. Отбасының анасының емін емдеуге ақшалары жоқ. Былай айтсақ, қарыздан қарызға өмір сүруде. Ата-анасы қызды Жайон деп атады. Бірақ та қыздың басынан травма салғаннан кейін бүкіл өткен шағын лабораториядағы сынақтан өтуші болған кезіндегін бәрін ұмытып қалған. Бірақ та қызға өзінің адам емес екенін білдіретіндей аурулар пайда бола бастайды. Қыздың жағдайы өте мүшкіл болып, оның миына операция жасау керек болады. Және де өмір сүруіне аз уақыт қалды дейді. Және де қызға өзінің туған ата-анасы ғана донор бола алатынын айтады. Дәрігерден шыққаннан кейін қыз Мюнхи деген құрбысына келеді. Оның әкесі полицей болып жұмыс жасайды. Құрбысы қызға жергілікті таланттарды қабылдайтын шоуға қатыс дейді. Сол кезде сен ақшаларды ала аласың, сол арқылы отбасыңа көмектесіп, анаңа да көмектесе аласың дейді. Қыз болса оған келісе кетеді. Кастингке келгенде біз қыздың үздік оқушы екенін және де әнді жақсы айтатынын білеміз. Осы арқылы ол кастингтен оңай өтіп кетеді. Кешкісін қызбен бірге құрбысы да үйге келеді. Олар телевизордан сериалды қарап отырады. Кейін телевизордан Жайон қатысқан шоуды көрсетеді, және ол онда бір сиқырды көрсеткен еді. Ата-анасы оның қандай күшіге ие екенін білетін еді. Қыздың ата-анасы оның күшін көрсеткенін қаламайтын еді. Осы шоудан кейін Жайонның артынан лабораторияның адамдары танып, оның артынан іздей бастайды. Келесі күні қыздар пойызға асығады, себебі Сеулге барып, шоудың соңғы бөліміне қатысу керек еді. Пойызға отырғаннан кейін қыздар бірден жұмыртқамен тамақтана бастайды. Осы сәтте Жайонды белгісіз ер адам танитынын айтады, және де барлығын ұмытып қалдың ба деп сұрайды. Ал құрбысы болса, маған айтпай, жігіттермен кездесіп жүрсің бе деп сұрайды. Ал бұл шынымен бұрында лабораторияда бірге сынақтан өткен танысы жігіт еді. Бірақ та қыз оны ұмытып қалған. Осылай жігіт қызды тексермек болады, бірақ та қыз шынымен де ештеңені білмейтін болып шығады. Осы сәтте Жайон жылап қалады. Құрбысы болса жігітпен ұрсысады. Осылай жігіт ары қарай кетіп қалады. Осы жағдайдан кейін қыздар Сеулге келеді, және де шоуға келіп өнерін көрсете бастайды. Шоудан кейін дәрігер мен оның көмекшісі қызды бірден таниды. Это она. Я уверена. Көмекшісі дәрігерге, сен қызды өледі дедің емессің бе? Бірақ та ол әлі де тірі екен дейді. Әрине, қыздың дауысы өте әдемі болғандықтан кейін қыз тағы да бір финалға өтеді. Олар қуанады. Және де олар қуанып келе жатқан кезде қыздың басы тағы да қатты ауырады. Қыздар көшеге шыққанда оларға белгісіз ер адамдар келеді. Ол қыздың үйін аңдып жүрген еді. Бұзақылар Жайонмен сөйлеспек болады, бірақ та құрбысы оларға жол бермейді. Қолдарында визитканы тартып алады. Жігіттер болса, бізбен бірге жүріңдер дейді. Бірақ та қыздар біз пойызға асығамыз деп таксиге отырып кетіп қалады. Такси оларды вокзалға келіп тастайды. Қыздар ауылына кетпек болады. Осы сәтте оған тағы да танысы келеді. Ол қызға ата-анаңа қабір әзірлей берсең болады дейді. Осыдан кейін қыздар ата-анасын ойлап қыздың үйіне жетіп келеді. Осыдан кейін көмекшімен басшылық бірге әңгіме айтып келеді. Бұрында осы екі дәрігер бірге жұмыс жасаған. Дәрігер әйел болса қыздың памятын қайтарып, өзіне жұмысқа алмақ болады. Ал ер адам болса оны өлтірмек болады. Олар қыздың миын алып эксперимент жасамақ болады. Кешкісін отбасы кешке ас жеді. Құрбысы болса аузы жабылмай сөйлейді. Осы кезде анасы оларды танымай қалады. Қыздың ата-анасы демалып жатыр. Қыздар да демалмақ болады. Осы сәтте мистер Чхвенің адамдары үйге басып кіреді. Бандиттер Мюнхиді және оның ата-анасын кепілге алады. Қыз болса өзінің есінде ештеңе жоқ екенін айтады. Бандит өзінің мойындағы шырамды сен жасадың дейді, және де сенің құрбыңды өлтіремін деп қызды қорқытады.
Сонда да қыз өзінің не істегені есінде жоқ екенін айтады. Бірақ та олар сенің құрбыларыңды ата-анаңды өлтіремін деген кезде бандиттердің барлығын жайратып тастай салады. Қыз осыдан кейін барлығын өлтіреді. Содан кейін үйге әлгі жігіт келеді. Ол қызға таңғалады және де мақтайды. Онымен бірге өзінің де адамдары келеді. Дәрігер қызды алып келуге жұмсаған еді. Жігіт оған барлығын есіңе түсіруге көмектесемін және де менімен жүр дейді. Яғни отбасыңның өмірін сол кезде аман алып қала аласың дейді. Қыз оған келіседі. Қыз өзінің ең алғаш шыққан жері лабораторияға келеді. Оларды бұл жерде дәрігер күтіп тұрады. Бандит Чхве де өзінің адамдарын жинап лабораторияға қарай жол тартады. Ал бұл сәтте дәрігер қызға укол салу арқылы барлық өткен жағдайларды есіне түсіргіздіреді. Дәрігерлер жаңа туған нәрестелерге эксперимент жасаған, яғни адамдарды қаруға айналдырмақшы болған. Олар балаларды аяусыз, өте күшті етіп өсірмек болған. Барлық балаларды әртүрлі күшке ие болған, бірақ та олардың арасында ең мықтысы Чайон болған. Барлық эксперимент жақсы жүріп жатырды, бірақ та адамдар ондай балаларды қалай контролировать етерін білмеген еді. Сол себепті басшылық оларды қауіпті деп барлығын өлтіруді тапсырады. Бірақ та Чайон қашып кеткен еді. Яғни қыз қашқанда өліп қалуы керек еді. Себебі олар өздерінің күштерін қолданған кезде химиялық операциялардың көмегінсіз өмір сүре алмауы мүмкін еді. Бірақ та қыз өзінің күшін үнемдеу арқылы аман қалды. Дәрігер қызды өзінің қолына алу үшін оған күш беретін уколды салады. Осы кезде Чайонның барлығы есіне түседі. Осы сәтте қыз осы жағдайлардың барлығын жоспарлағанын түсінеміз. Осы сәтте қыз барлық күзетшіні өлтіріп, дәрігерді өлтіруге келеді. Чайон өзінің барлығын есінде екенін айтады. Эксперимент, олардан қашқаны, отбасылардың қасында әдейі ұйықтап қалғанын, оларды асырап алатынын білгенде айтады. Себебі олар орта жастағы отбасын жоғалтқан адамдар еді. Қыз осы сәттердің барлығын пайдаланып өзінің нағыз отбасын іздейді, бірақ та одан еш нәрсе де шықпайды. Осы уақыттар аралығында қызда аурудың белгілері білініп, басқа план құра бастайды. Яғни олар өзін тауып үшін мүмкіндік береді. Яғни есінде еш нәрсе жоқтай кейіп танытып, оларды алдаған. Содан кейін қыз өзіне керекті уколдың қайда екенін сұрайды. Осы сәтте мистер Чхве өзінің адамдарымен келеді. Осы сәтте нағыз адамдар мен сынақтан өтушілердің арасында соқтығыс пайда болады. Мистер Чхве жігіттің артынан барады, ал бұл жердегі соғыстардың арасында тек қана қыз аман қалады. Олардың арасында нағыз төбелес басталады. Жігіт қыздың күштілігін көреді. Әрине жігіт одан қыздың мұндай күштілігін күтпеді. Осы сәтте біздің мистер Чхве келеді. Ол Чайонның иығынан атып жібереді. Содан кейін дәрігерге қарап, оны өлтіре салады. Осы сәтте Чайонға қарсы мистер Чхве жеңетін болар деп ойлаймыз. Бірақ та ол да оңай өле салады. Әлгі қызда өледі десек те болады. Жалпы бұл жігіттің өлімін бізге көрсетпейді, сол себепті бұл жігіт екінші бөлімде кездесуі мүмкін. Қыз өзіне керекті уколдарды табады. Және де шыққаннан кейін өзінің ата-анасына ауруханаға барады. Ол әкесіне уколдың жартысын береді де анасына пайдалан дейді. Себебі ол миды қалыпқа келтіретін еді. Осы сөздерден кейін қыз кете береді. Арада 3 ай өтеді. Осы жағдайлардан кейін қыз қала сыртындағы дәрігердің негізінің үйіне келеді. Жалпы бұл адамдардың кім екенін білгіңіз келетін шығар, міндетті түрде. Бұл адамдардың кім екенін екінші бөлімінде сіздерге міндетті түрде түсінікті түрде айтады. Екінші бөлімі міндетті түрде болады. Ол 2021 жылы шыққан болатын. Оған да обзор жасаймыз. Ендеше күтіңіздер, арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтеміз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.